Сәлем оқушы, бүгін біз сенімен жартылай толған ыдыс деген тақырыпқа қатысты есептерді шығарамыз. Яғни бір ыдыстың бөлігі толған. Енді сол жердегі ыдыстың массасын қалай анықтаймыз, бір логический есептер ғой. Есепке көшейік. Сүтпен толған бидонның салмағы 20 кг дейді. Яғни бір бізде бидон болсын. Осын егер сүтпен толық толатын болса, енді сүттің түсін қандай қыламыз? Мынандай қылып қоя салайықшы. Енді жартылай толған бидон салмағы 14 кг дейді. Мынанікі 20 кг. Ал егер осы жартылай толса 14 кг дейді. Сұрақ, бидон, яғни бұл жерде мынандай ғой, неге 10 емес? Жартылай толған бидонның массасы неге 10 емес? Өйткені ол жерде сүт бар және бидонның өзінің массасы бар да. Яғни ол ауыр болады ғой. Енді сұрақ сіздерге. Бидон салмағын табу үшін мына бізде жарты сүтті басқа бір ыдысқа құйып жіберді немесе сатып жіберді ғой, қанша килограммы кетті сол жаққа? Қалай ойлайсыз? Мына жартысы қанша килограмм? Демек, ол тек қана сүтті алатын болсақ, ол 6 килограмм болады. Өйткені барлығы 20 ғой. Демек, жарты сүт 6 болатын болса, барлық сүт қанша болады сонда? 12 килограмм болған ғой. Барлық сүтіміз 12 килограмм. Ал ыдыстың массасы, бидонның массасы қанша дейтін болсақ, 20-дан 12-ні алып тастаймыз. Сонда 8 килограмм бидон болған. Яғни біз ыдыстың ішіндегі сүт емес, наоборот, сыртына кеткен, сатып жіберген сүттің массасы арқылы анықтадық. Түсінікті? Арнайы дарын мектебіне 5-ші сыныпқа тапсырып жатқан оқушылар үшін біз видео курс дайындадық. Ол былтыр және алдыңғы жылы келген тестке негізделіп жасалған. 30 тақырыптан тұрады, 19 тақырып математика және 11 тақырып логикадан. Бар жоғы тестке 20 күн уақыт қалды. Жеңілдікпен алу үшін төмендегі сілтемені басыңыз. Толық банканың массасы 5 кг, ал 4-тен 1 бөлігі толған банканың массасы 2 кг дейді. Тура жаңағыдай. Так. Мына барлығы 5 кг екен. Егер бұл банканы қанша? 4-тен 1 бөлігі тол банканың массасы 2 кг дейді. Яғни, мынаның 4-тен 1-і 1, 2, 3, 4. 4-тен 1-і ғана толса, былай жасайық, 1, 2, 3, 4. Яғни, мынаның тек мына жері ғана толып тұрса, тек осы жері ғана толып тұрса, ол 2 кг екен. Демек, мына жағындағы банканың ішінде не болды? Бір бал болды дейші. Мына жағындағы бал, ол бізде 3 кг болады. Дұрыс па? Тек қана бал. Яғни, банканың массасы жоқ. Демек, қараңыз, ол қандай бөлігін құрап тұр ол? Қандай бөлігін құрап тұр? Мына 4-тен 1 астында. Яғни, мына 4-тен 3-і болып тұр. 4 бөліктің 3 бөлігі 3 кг. Қараңыз, 4 бөліктің 3 бөлігі 3 кг. Демек, әр қайсы 1 кг-нан ғой. Түсінікті ме? Әрбір бөлігі 1 кг-нан. Демек, бұның ішінде 4 кг жаңағы балы бар, және 1 кг банканың өзінің массасы бар. Түсінікті? Яғни, біз не істедік? Қайтадан жаңағыдай нәрсені жасадық. Қандай бір трюк жасадық дейтін болсақ, математически біз ол банканың ішінен алып тастаған заттың массасы арқылы біз жалпы осы банканың ішіндегі заттың массасын анықтадық.